Говорит Москва. Говорит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Днем Победы поздравляем, небо синее желаем, чтобы не знала без страна, всем здоровья и добра. Жеңіс күнін қарсалайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мынабыз. Жеңіс күнін қарсалайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс. Что такое День Победы? Это очень не правда. Едут танки и ракеты, маршируют сюда солдат. Жеңіс күнін қарсалайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс. Жауынгер біздің санлақтар, жауды жеңген солдаттар, ардақты отан ел үшін, бақытты туған жер үшін. С Днем Победы пусть идут себе до мира вечного и счастья бесконечного. В День Победы май пошел туда, краски и цветы, наши деды отстояли мир этой красоты. Құтты болсын жеңіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күніне жар салайын. Ата-бабам қан берісіп шайқасқан, ата-бабам намыс бермей арқасқан. Жеңіс күнін қарсалайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. Вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете. Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштан жас сөйлеген көздерде, отан үшін отқа түскен аянбай, батырлықтың рухы мұра біздерге. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштың жасы үйірлеген кездерде, отан үшін отқа түскен аянбай, батырлықтың рухы мұра біздерге. Ұлы жеңіс тарихтада жырланған, тебіренсе еске алса әр халық. 75 жылдық бұл мерейтойды ардагерлер рухына бағыштайық. Спать легли однажды дети, окна все затемнены, а проснулись на рассвете, в окнах свет и нет войны. Можно больше не прощаться и на фронт не провожать. Буду с фронта возвращаться, мы героев будем ждать. Ерлікке толы өткені, ұмтылмай тұрды ерісі, соғыстың соңғы көктемі, солдаттың асқақ жеңісі. Помним все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили, посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой. Сырбай Мәуленов соғыстан қайтқан солдаттар. Жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қанша үйдің ұрлап адамын, қанша үйде сөніп қалды оттар. Көрдің бе ұлын ананың соғыстан қайтқан солдаттар? Тарихта да жырланған тебіренер еске алса әр халық 75 жылдық мерейтойы жеңістің ардагерлер рухына бағыштайық. Жеңіс деген жақсылықтың сыңары, жігер менен құштарлықтың құралы, күрескердің арманы мен ұраны, қуаныш пен мерекенің бұлағы.
Барша халық жеңіс күнін тойлайды. Жас сәбилер думандатып ойнайды. Ардагерлер көздеріне жас алып, ұрпақтарының амандығын ойлайды. Бүгін бізде бейбітшілік танымыз, себебі батыр болған қанымыз. Жеңіс күні бүгін бізде мереке, тек батырларға арналған бұл әніміз. Біздер үшін батырлардың рухы биік, отан үшін кетті олар жан қиып, кетті олар келмеске, біздер үшін тыныш өмір, бақыт тілеп баршамызға. Жамбыл Жабаев, Ленинградтық өлеңі. Ленинградтық өлеңі, мақтанышым сенлігі, небі өзенің сүкімді, бұлағымды. Майданнан оралмаған елестеді солдаттарды, жеңіс күнінде сымаған тебіренте сырақтарды. Тыныштық, жаса тыныштық, осы сөз бізге тымыстық. Көркейе берсін еліміз, көбейе берсін арасқыт, бақытты болсын балалар, соғысты семес адамдар, көркейе берсін қалалар, гүлдене берсін далалар. Школа-гимназия номер 2. Владимир Степанов. Рассказ ветерана. Я, ребята, на войне бой ходил, горел в огне. Вмерз в окопах под Москвой, но, как видите, живой. Не имел, ребята, права я замерзнуть на снегу, утонуть на переправах, дом родной отдать врагу. Ученик Соломонковской школы гимназии номер 2, 5 А класса Горбатова Вероника. Фотоснимок на стене, в доме память по войне. Жинкин дед столкнулся, автоматом возле дома. Перевязанная рука улыбается слегка. Здесь всего на 10 лет старший внук Жинкин дед. Внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя, мне жаль ни друга, ни жену, мне жаль ни самого героя. Увы, утешится жена, и друга лучше друг забудет, но где-то есть душа одна, она до гроба будет помнить. Среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы одно я в мире подсмотрел: святые искренние слезы, те слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакущей иве своих покинувших ветвей. Прошла война, ушла за поворот, в чехлах стоят гвардейские знамена, и жизнь, и время движутся вперед. Отстали только 20 миллионов, остались в поле брани навсегда. Легли живой дорогой победы, за нас легли, чтоб никогда нам этой боли в жизни не изведать. Нет, мы не видели войны. Спасибо вам, отцы и деды, за этот лучший день весны, за майский день, за День Победы. Стоят в России обелиски, на них фамилии солдат. Мои ровесники, мальчишки, под обелисками лежат, и к ним притихшие печали цветы приносят полевые. Девчонки, те, что их так долго ждали, теперь уже совсем седые. Есімде біледі, жұрт біледі, ел басына қатер төнген жыл еді. Қимастарын қан майданға ұзатып, қарс айырылған аналардың жүрегі. Бесікте жаттым көңілдер, сол бір сұрапыл соғыс күндерде, қан кешіп біздің әкелер, сонау батыста жырақ жүргенде. Жеңіс жарқ етіп, сәуле шашып, жеңіс келді қуандық, көңіл толып. Жауды жойып батырлар елге оралған, ата-анамен қауышып, құшақ жаяп, мамыр келді ағаштар бүрін жарып, бейбіт өмір оралды, күні жарық. Еще далекие дни мои, ровесники, прожившие так мало, но верно остался я в живых, что память на земле не умирала. На поле бой, ваши друзья, вас было многое, страстно жизнь любивших, я ведаю, в живых остался я, чтобы рассказать, у вас так мало живших.